Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ажурный блинчик дайындайтын боламыз. Бізге 2 жұмыртқа, 1 бокал сүт, 1 бокал қайнаған су, ұн, шекер, сұйық май және сода қажет болады. Алдымен 2 жұмыртқамызды жағып, 4 ас қасық шекер салып, үстіне жарты чайна ложкамен тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне 1 бокал сүтімізді қосып араластырып, және ұнымызды салып тағы да араластыратын боламыз. Ұнымызды салып араластырып болғаннан кейін қайнаған суымыздың үстіне жарты чайна ложка содамызды қосып жақсылап араластырып, бәрін араластырамыз. 4 қасық сұйық май қосамыз. Біздің массамыз дайын. Енді табамызды жақсылап қыздырып, майлап, қызған тапаға массамызды қойып пісіреміз. Осылай массамыз таусылғанша блинчиктерді пісіретін боламыз. Арасында тапаны қыздыруды ұмытпаңыздар. Тапамыз қызбай қалса, ажурный блинчик шықпай қалады.